Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, тез дайындалатын, дәрумендерге бай жеміс қосылған салат дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті жемістер алма, алмұрт, банан, киви, анар және бір йогурт. Ең алдымен бізге қажетті жемістердің барлығын жақсылап жуып, тазартып аламыз. Сонан соң текше тәріздес етіп, бір келкі қылып турап дайындап аламыз. Егер қаласаңыздар, өздеріңіздің, балаларыңыздың сүйіп жейтін басқа да жеміс түрлерін қосып жасасаңыздар болады. Бұл салаттың бір ерекшелігі дәрумендерге өте бай салат. Себебі алманың, алмұрт, банан, киви әрбір жемістің құрамында В, С, темір сияқты көптеген витаминдер бар. Сондықтан да біздің денсаулығымызға өте пайдалы және сіңімді салат. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық жемістерді бір келкі қылып турап болған соң, үстіне бір йогуртымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі болып араласқаннан соң, ыдысымызға салып, үстін анармен безендіріп қойсаңыздар болады. Дастарханыңызға көрік беретін салат, қонақ келгенде де ұсынсаңыздар болады. Егер видео пайдалы болған болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен өте пайдалы және тез дайындалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Міне біздің салатымыз дайын болды. Ас болсын.